Сәлем қыздар, бүгін сіздерге француздық десерт мадленнің жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен қантымызды, оның үстіне жұмыртқамызды салып барлығын әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Алдын ала ерітілген сары майымызды құйып тағы да араластырып шығамыз. Енді сүтімізді құямыз. Осы кезде алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап алатын боламыз. Ұнымыздың барлық бөлігін бірден саламыз. Оның үстінен қопсытқышымызды қосып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырып шығамыз. Бізде осындай біркелкі масса пайда болады. Енді мадленге арналған формамызға осылай бір қасықтан сала отырып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 10 минутта пісіріп шығамыз. Қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алда тағы да талай рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығын салып шыққаннан кейін өз қалауыңыз бойынша осылай шоколадты қоссаңыздар да болады. Енді барлық мадлендеріміз дайын болғаннан кейін шоколадты ерітіп формамызға осылай бір қасықтан салып шығатын боламыз. Дайын пісіп шыққан печеньемізді осы шоколадтың үстіне қолымыздың көмегімен бастырып орналастырып шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін формамыздан ақырын шешіп алатын боламыз. Біздің печеньеміз дайын, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шықты. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.